Free Fire. Кезінде ең атақты ойындардың бірі еді ғой. Кезінде барлығы бот болған. Тіпті сені қазіргі мазақтайтын Азат Трешер, Ералы, олардың барлығы да бот болған. Сен сияқты денесіне беріп жажымайт болған. Олар қалай бот болған? Олар былайынан только денесіне берген. Олар былайынан басқа беруді білмеген. Дәл осылай өліп қала берген. Ал қазірше барлығы басына береді. Денесіне бергендерді бот жажемшек деп мазақтайды. Потом адамдардың жынына тиеді. Көп ютуберлер достар ютуб түсіріп отқан кезде өліп қалған жерлерден ашуланбай өз-өзін сабырға ұстап тыныштық сақтайды. Өйткені ютубқа масқара болмас үшін подписчиктеріне. Ал содан кейін достар, егер өздері жалғыз ойнаса боқтанып жынына тиіп осылай боқтанып жынына тиіп анау-мынау деген сөздерді айтпай тастайды. Сондықтан да достар ашуланудың қажеті Free Fire ойында. Бұрын барлығы жажемшік болған, бот болған. Қазір басына беруді барлығы үйреніп алған. Мысалы мен бұрындары мүлдем Free Fire ойнап білмейтінен, только денесіне беріп жүретінен. Сосын мен Азат Трешерлерден қарадым, басына қалай беруге болады деп. Олар, маған бір не берді, ютубтан қарадым. Олардың айтатын сөздері только достар прицелді осылай. Міне көрдіңіздер ме, достар, осылай басына беріп тастадым, сразу бот. Көбісі достар боттың ішкен киіп алып кран тастайды басына беріп. Ал достар, бұл жерде прицелді айландырып атсаң басына тиеді. Одан көбісі шаршаған достар. Free Fire ойынынан көбісі шаршаған. Сондықтан да Free Fire ойынын ешкім ойнамайды. Қазір бұны баяғыда хит ойын еді. Бұны осы әлемнің жартысы Free Fire ойынды ойнайтын еді. Ал қазір әлемнің жартысы түгілі әлемде көп адам Free Fire'ды қойған. Әлемде 1000 адам, 1000-нан да астам адам Free Fire'ды ойнаған. Бірақ қазір оның барлығын қойған. Ал қазір только сынысы сондайлар хит болып отыр достар. 1-1 сондайлар ойнайды көбісі. Сіздер арна тіркеліп лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Мен осы видеоны сіздер үшін шығарып жатыр. Free Fire ойындарыңызды ешқашан да тоқтамаңыздар. Free Fire ол топ 1 алып келетін ойын. Естеріңізде ме? Бұрындары алмазға жетіп, алмаздан қайтадан платинаға түсіп, платинадан алтынға түсіп, солайынан зорға дегенде көтеріп, алмазға қайтадан жетіп, қайтадан түсіп кетіп, солай жынымыз қозып отырған. Жынымыз қозып отыратын еді. Бірақ ол күндерді рахат күндер еді. Free Fire алғаш шыққан кезде графикасы басқаша болған, және де күшті болмаған. Ойбай, арттан алдан өйстіп атып сені өлтіріп тастай беретін тұғын. Көбісі КБ рейтинг, БО рейтингерді ойнайды. Мен кішкентай кезінде, Free Fire дұрыс білмейтін кезде только БО рейтинг ойнайтын тұғынмын. Көп адам достар Free Fire'да КБ рейтингтерді ойнамайды. Free Fire'да алғаш бастаған адамдар только қандай рейтинг? БО рейтингтерде емес. Ана БО рейтингтерге ұқсаған қандай раунд еді? Аты есіме шығып тұр, Сондай раундтарды ойнаған көбісі достар, көтерілетін сондай раундтарды ешқайсысы көп ойнамаған. Міне достар, осылай басына беруден көбісі шаршаған. Тіпті мен де шаршап кеткенмін. Free Fire ойыннан. Қазір мен Free Fire ойынын өте сирек ойнаймын. Осымен мен Free Fire'ды ойнамағаныма 1 ай болды достар. Сіздер көріп жатқан шығарсыздар. YouTube'да только Free Fire туралы ойын шығатын еді. Только дегенде только емес енді. Ал бірақ қазір Free Fire ойын мүлдем шықпай қалған. Өйткені Free Fire қызық емес болып қалған достар. Осы ойынды сіздер үшін достар түсіріп жатырмын. Уже 4 минут қалып сөздерімді айтамай қалып достар. Тілім байланып қалып. Уже 4 минут болып қалыпты. Видео түсіріп жатқаныма. Достар, осылай Free Fire ойын ешқашан тастамаңыздар достар. Free Fire ең керемет, ең мықты ойындардың бірі. Бұл ойынды көбісі тастайды. Бұрындары бұл ойында шайтанның знактары, шайтанның бейнелері көп еді. Ал соларға қызығып достар, көп адам Free Fire'да шайтанның заттарын іздейміз, табамыз деп
Free Fire'ға кіріп көп ойнаған. Естеріңізде ме? Ютуберлердің траваштарының скинін, автоматтарының скинін кіріп Free Fire'ымызға кіріп, Free Fire'ға деген ынтамыз ашылып, сразу кіріп траваштарымызды іздейтініміз достар, қару-жарақтарымызды. Міне достар, осылай лутбокты көтеріп, барлығын мықты қылып, былай дамытып, сөйткен ұнататындығым алмас салып, донат салып дегендей достар. Мен қазір донат салмаймын, өйткені маған рұқсат бермеген. Ал қазір әке-шешем маған не сесең де өзің біл, донат саласың ба, салмайсың ба, өзің біл деп маған рұқсат берді. Ал енді мен достар күніге донат салып жүретін боламын. Мен күніге емес, донат салып, ақша бар болса донат салып жүретін боламын достар. Мынау киімдер, бронялар алатын боламын. Ал сіздермен болған мен мистер Бейбіт, келесі жүзгенше қош сау болыңыздар демейміз достар. Мен сіздерге бірдеңе айтайын, қалай мен сияқты жаңылдан бері басына беруге болады, короче. Мен жаңылдан бері басына бердім. Оны достар мынандай предложениемен істейсіздер. Короче, айтқандай міне. Ол предложение міне достар. Міне. Осы предложение кіресіздер. Мен сіздерге бұл предложениені көрсетіп кеткен боладымын. Предложение. Короче, достар, осы астындағы сөз басып бір рекламаны күтіп аласыздар. Жалпы осы рекламаны 5 секунд болатын болады. X2 шығасыздар достар, сонан кейін барып астындағы сөзді басасыздар. Мынан барлығын қосасыздар немесе қоспайсыздар, өздеріңіз білесіздер. Әйтеуір мен хедшот деген сөзді қосам. Мынаны ең соңғысына қоясыздар, мынаны до конца 100-ге дейін апарттайсыздар, мынаны до конца 360-ға дейін апарттайсыздар. Сосын астындағы сөзді басасыздар да, отличнан бастап Free Fire дегеннің өзін ғана басасыздар достар. Free Fire Max дегенді басып керек емес, оған бәрі кіргізбейді сіздерді. Міне достар, Free Fire'ға автоматически кіргізіп жібереді. Сол кезде достар только басына беретін боласың. Енді өзің нормально дұрыстап атсаң егерде, мына былай прицелді дұрыстап атсаң басына беретін боласың. Ал егер дұрыстап аталмасаң, әрине денесін беретін боласың. Бірақ достар, былайнан түзіп атса да басына былай автоматически кетіп қалатын предложениялар бар. Оны мен әзірше білмеймін, оны айырдан ютуберлер түсіреді. Солардан қарасаңыздар болады. Ал мен ондайларды әзірше білмеймін.